Жоқ. Көмегің үшін алғысым шексіз, Туайлайт. Түскі аста мына себеттегі бар алманы жеп қоям деп бәстесе алам. Егер осы жарыста жеңсем, әжемнің белдігін тағып орталық көшемен жүріп өтем. Бұл мен үшін еш қиын емес, Applejack. Бірақ түске таман аяқтасақ жақсы болар еді. Әйтпесе мына жұмыстан тіпті қарным ашып кетті. Білем. Ой. Оу, Спайк, сен менің арқамда таң атқаннан бері отырсың. Солай екен-ау. Көп жұмыс істедіңдер ғой. Ал мен әлі түскі ас ішкен жоқпын. Жүрек жалғап алғанымыз дұрыс сияқты. Жоқ. Міне. Туф, Спайк, тәбетім ашылып кетті ғой. Спайк. Не? Селестия ханшайымнан хат келді. Мұқият тыңдаңдар. Эквестрия елінің мәртебелі ханшайымы Селестия таңғажайып Контрлот қаласында көңілді мерекелік кеш өтетіні жайлы қуана хабарлайды. Кеш 22-сі күні болады. Бұл шақырту Туалайт пен тағы бір қонаққа арналған. Тамаша мерекелік кеш! Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Кешке шақырту 3 бөлім. мерекелік ғажайып кеш! Алақай! Қараңдар, 2 шақыру қағазы. Тамаша, мен мерекелік кешке қатысқан емеспін, ал сен ше, Спайк? Жоқ, маған қыздар билейтін кештер мүлде ұнамайды. Қойшы енді, Спайк, бидің несі жаман? Жаман? Би деген керемет емес пе? Мен болсам қуана-қуана барам. Иә, егер мен мына алманың бәрін жинасам, барлық пони кеш батқанша жесе де жетер еді. Алма алқабында қандай шара ұйымдастыра алатынымды білесің бе? Біз көп ақша табамыз. Иә, сонда шатырды ауыстырар едік. Ал үлкен Мафи өзіне жаңа соқа сатып алар еді. Смит әжей аяғын емдеп алар еді. Иә, бұл кешке бару үшін кез келген шартты орындауға дайынмын. Оу, білесің бе, онда мен сенің? Вау! Сендер мерекелік ғажайып кеш жайлы айтып жатырсыңдар ма? Рейнбоу Дэш, сен алма жинасуға уақытым жоқ деп едің ғой. Сонда не істедің? Тыңдадың ба? Жоқ, біраз мызғып алмақ болғам. Ойламаған жерден сенде шақырту бар екенін естіп қалдым. Иә, бірақ... Тамаша, бұл дегенің керемет қой. Бұл мерекеде ғажайып найзағайлар жыл сайын өнер көрсетеді. Ақыры көре алатын болдым. Барлық пони аспанға қарап, солардың өнеріне сүйсінетін болды ғой. Сол сәтте Рейнбоу Дэш келеді. Мен де ғажайып найзағайлардың қалыспай сулаймын. Қолымнан не келетінін көрсетем. Барлық көрерменнің көңілінен шығам. Өнеріммен бәрін таң қалдырам. Олар маған қошемет көрсетеді. Ғажайып найзағайлардың өзі қатарымызға қосыл деп мені шақырады. Олар менімен бірге өнер көрсетуді мәртебе санайды. Мені түсінемісің, Туайлайт? Бәлкім бұл менің жалғыз мүмкіндігім шығар. Мені ертіп баршы. Әй, тоқтай тұрсаңшы. Шақыртуды мен бірінші сұрап қойғам. Содан, сұрасаң қайтейін? Солай ма? Онда сені тұяқ күрестіруге шақырам. Шақырту жеңімпаздікі. Достар, шақырту менікі. Оны кімге беретінімді өзім білем. Қайсың лайықсың? Шақыртуды сол алады. Келсесіңдер ме? Мен ферманың ісін реттегім келеді. Ал мен найзағай тобына қосылуға мүмкіндік алам. Әжеме көмектесу үшін ақша табам. Арманым орындалады. Әттеген ай, екеуің де кешке баруға лайық екенсіңдер.
кешіріңдер, шегім шырылдап кетті. Сендерді білмеймін, бірақ мен аш қарынға маңызды шешім қабылдай алмаймын. Бұл жайында түскі ас кезінде ойланып, сендерге содан кейін шешімімді айтам. Жарай ма? Жарайт. Сонымен шақыртуды кімге беретін болдың? Білмеймін, Спайк. Қарным аш болса, мен ойлана алмаймын. Қазір тамақтанып... Жарғанаттар, көмектесіңдер! Тоқтаңдар, бұл мерекелік кешке шақырту ғой. Бұл Эквестриядағы ең керемет, ең ғажайып, таңқаларлық, ең тамаша, ең ғаламат мерекелік кеш қой. Осы ғажайып кешті жүрушем армандап, көтерейік көңілді бірге ғаламат. Хей-хей, хи-хи, қуанады әрқашан бізге. Алақай, мен бұл кеште баруым керек. Керемет безендірілген зал, әдемі ыдыстар, мол дастархан, түрлі тәттілер, жеміс-жидектер, әрі менің құйрығымды ауыстыр деген сүйікті ойыным да бар. Осы ғажайып кешті жүрушем армандап, көтерейік көңілді бірге ғаламат. Көңілді кештер салып, бейбелейміз мың бұралып, айналамыз бәріміз. Рахмет саған, Твайлайт. Бұл мен қатысатын ең керемет кеш болады. Негізі... Бұл мен ойлаған нәрсе ме? Я, Твайлайт мені Кантерлоттағы керемет мерекелік кешке ертіп барады. Мерекелік кеш? Мен бұл кешке жыл сайын дайындалам. Бірақ ол жаққа мен әлі ешкім шақырған емес. Мәдени орта, дәл маған арналған. Меніңше, оны дәл сол жерде кездестірем. Оны? Кімді? Оны. Кеште мен билеймін. Бәрі, мына жұмбақ пони кім болды екен деп ойлайды. Олар менің Понивилиядағы қарапайым пони екенімді де білмейді. Егер Селестия ханшайыммен кездесуге шақырса, онда керемет әсер қалдырамын. Сол кезде сұлулығыммен, кербездігіме тәнті болған ханшайым мені онымен, өзінің жиенімен таныстыра. Ол Кантерлоттағы ең сымбатты жалғыз мүйізді. Біздің көзіміз түйісіп, жүрегіміз елжіреп, сөйтіп ең әдемі жұпқа айналамыз. Ол болса маған сезімін білдіреді. Ал мен болсам, оған шын жүрегіммен «Иә» деп жауап берем. Екеуміздің үйлену тойымыз салтанатты түрде өтеді. Өйткені мен Ханзадаға тұрмысқа шығам. Бұл менің асыл арманым. Ол орындалу керек. Твайлайт, менің орныма Пинки Пайды шақырғаныңа сенбей тұрмын. Ол жай ғана көңіл көтергіз келеді. Ал мен арманымды кезіктіргім келеді. Ей! Мәссаған, әдемісін ай. Тыңдаңдаршы, мен екінші билетті кімге беретінімді әлі ойластырған жоқпын. Білмейсің бе? Кешірші, Твайлайт. Саған бір сұрақ қойғым кеп тұр. Сен екінші шақыртуды әлі ешкімге берген жоқсың ба? Сен де кешке барғың келе ме? Жоға. Негізі мен иә дегім келген. Білесің бе, мәселе кеште емес, қамал сыртындағы бақшада. Ол жерде Эквестриядағы ең керемет, ең жұпар гүлдер өседі деп естідім. Мерекелік кеште бақтағы барлық өсімдік гүл ашады екен. Иә? Табиғатты жанымдай жақсы көрем. Ол жақта Гагари, шоттымсық және калибри бар. Ол жерде көгілдір, жасыл, қызыл, күлгін бозторғайлар мен қоқиқаздар бар. Әрине, Флаттершай, мұның бәрі әдемі естіледі. Тоқтай тұрыңдар. Рейнбоу Дэш, сен немен аңдып жүрсің бе? Жоқ, мүмкін, тыңдашы. Сен сияқты тәуекелге бара алмайым. Бірақ шақыртуды кім көрінгенге беруші болма. Тұра тұрыңдар. Эпплджек, сен де мен аңдып жүрсің бе? Жоқ, олай емес. Сыртымнан бір нәрсе білдірмесін деп, оны әдей аңдып жүрдім. Сен шақыртуыма е болғың келе ме? Сенің шақыртуың ба? Әуелі менен алып көріңдер. Ал мен алып шақыртуым жоқ.
Тоқтар, қане шуды доғарыңдар. Twilight! Болды, бұл шешімді өзім қабылдаймын. Бірақ мына сендердің айғай-шуларыңнан ойымды жинақтай алмай тұрмын. Қарным ашқанын айтпағанда. Кетіңдер, барыңдар. Қалай бұл? Қалайда барам. Уайымдамаңдар, мен шешім қабылдаймын. Бір мәнісін табам. Спайк, не істесем екен? Менің 5 құрбымның бәрі де кешке баруға лайық. Applejack, әлде Rainbow Dash, Pinkie Pie, әлде Fluttershy мен Rarity ме? Қайсын таңдасам екен? Таңдадыңыз ба? Таңдай алмай тұрмын. Twilight, ол тапсырыс алуға келді. Маған сарғалдақ пен дәстүргүл қосылған бутерброд. Сіздерде бар ма? Жоқ па? Жарайды. Онда маған қуырылған қытырлақ мая әкеліңіз. Ал сенің қандай ойың бар, Спайк? Меніңше басқа мейрамханаға барғанымыз дұрыс. Маған шөбін айт. Бірақ мәзірге бірнеше ғажайып тас енгізгенде тұрған не бар? Мен кеш туралы сұрап тұрмын. Қайсын таңдаймын? Әлі соны ойлап отырсың ба? Спайк, тыңдашы өзің. Қайсын таңдасам екен? Егер біреуін таңдасам, қалғандары маған өкпелеп қалады. Білесің бе, оларға өз билетімді де беруге дайынмын. Бірақ сонда да 3 пони қалып қояды. Енді не істесем екен? Міне тамағыңыз. Рахмет. Тәбетім ашылып кетті. Тамақтанып алсам, жақсы ойлана алатын шығармын. Ханым, сіз жаңбыр астында тамақтана бересіз бе? Жаңбыр жауа ма? Мұнда не болып жатыр өзі? Сәлем, менің әлемдегі ең жақын құрбым. Күннің астында ас ішіп отырсың ба? Rainbow Dash, мұнда не істеп жүрсің? Не дегенің? Мен тек ең әдемі понидың жаңбыр астында тамақтанғалы отырғанын көріп қалдым да. Бұлттарды ыдыратып жіберейін деп ойладым. Бар болғаны осы? Rainbow, шақыртуды алу үшін өзіңе қосымша ұпай жинап жүрмеген боларсың, а? Солай ма? Мен? Жоқ, мен бар ғой. Мұндай жақсылықты барлық пониға жасай алам. Rainbow, мұнда ерекше құрмет көрсетсең, ыңғайсызданам. Сондықтан бәрін өз қалпында қалдыруыңды талап етем. Жарайды. Осылай дұрыс. Twilight, не болды? Еш нәрсе, шынымен де. Жүр, әйтпесе суық тиіп қалады. Ой, кешірші. Жоқ, ештеңе етпейді. Екеуміз ең жақын құрбы емеспіз бе? Солай ғой, Twilight. Ал ең жақын құрбылардың не істейтінін білесің бе? Сән демет. Rarity, болды қой. Рахмет, бірақ тым бар екен. Сап-сұлу болып кеттің. Өте әдемі екен. Ал сен? Спай, нағыз серіге ұқсап тұрсың. Абайла! Спайк. Қалпақ қана қалды. Қыздардың осы қылығы ұнамайды дедім ғой. Кітапханада кездесеміз. Мейлі, ол кімге керек дейсің? Қазір ең бастысы, кешке әдемі болып баруың керек. Тоқта, кешке? Мәссаған! Мынау бір керемет сәйкестік болды ғой. Менің киімім сенікімен үлесе қалғанын қараш. Екеуміз өте әдемі боламыз. Бәрі бізбен танысқысы келеді. Сол кезде бүкіл Эквестриядағы ең кербез, ең сұлу пони, Rarity екенін бәрі біледі. Және Sparkle екенін. Сенің ойыңды енді түсіндім. Шақыртуды алу үшін менің көңілімді табуға тырысып жатыр екенсің ғой. Мұныңнан түк шықпай, басқалар сияқты шешімімді күтуіңе тура келеді. Ал енді маған ренжіме. Мен әлі түскі ас та іше алмай жүрмін. Біреу түскі ас деді ме? Олай болса міне! Алма бәліші, алма самсасы, алма тәттісі, алма халуасы және қоңыр алма торты. Асың дәмді болсын. Бұл торттан бас тарта алмайсың. Бұл иә дегенің бе? Жоқ, мен шақыртуды кімге беретінімді әлі білмей тұрмын. Ал мына әрекеттерің менің шешім қабылдауыма кедергі болып жатыр. Шынымды айтсам, таңертеңнен бері қиналып кеттім. Сонда бұл не дегені?
Ешкімді ренжітпейтіндей шешім қабылдау оңай емес екен. Флаттершай, сенен мұны күтпеп едім. Ой, келіп қалдың ба, Твайлайт? Қарсы емес шығарсың. Көктемгі тазалық жұмысын жасайық деп едік. Қазір жаз айы. Оу, иә, солай екен ғой. Ештен кеш жақсы емес пе? Мұны көзіме түсу үшін істеп жатпаған шығарсың. О не дегенің? Мен тек ең жақын құрбыма көмектесіп жатырмын. Солай ма, Энджел? Иә, біз мұны шақырту үшін істеп едік. Жоқ. Мұндай ықыластарыңа рахмет, Энджел. Өзім бір шешім қабылдамайынша, сыйлықтарыңды алмаймын. Өтінем, бәрін кетіңдер. Твайлайт менің ең жақын досым. Дәл қазір қабылдайсың шешім. Бір өзіңе сенемін досым. Шақыруды бересің жалғыз маған. Я, Твайлайт. Басқа понилер шақырту туралы айтпап еді. Тоқта, қандай шақырту? Твайлайтта мерекелік ғажайып кешке арналған шақырту қағазы бар. Бақшаға көмек керек емес пе? Бір арба сәбіз берейін бе? Твайлайт, өтінем, Қашу керек. Келесі жолы алдын ала ескерт. Бұлай боларын өзінде білген жоқпын ғой. Тез есікті жап. Жоқ! Басым әбден қатты. Бұл кешке бәрі де барғысы келеді. Ешқайсыңды ренжіткім келмейді. Бірақ сендердің сыйлықтарың мен көңілдеріңе қарап шешім қабылдағым келмейді. Бәріңді қуантқым келеді, бірақ қолынан келмей тұр. Твайлайт, сені ренжіткім келмеп еді. Егер қаламасаң, шақыртуды бермей-ақ қойсаң да болады. Оны басқаларға бере бер. Мен мүлдем ренжімеймін. Уәде берем. Ол шақырту маған да керек емес. Сені ренжітіп алғанымызға қатты өкініп тұрмын. Мен де достарды ренжітуге болмайды. Твайлайт, сені дәл бұлай қинамауым керек еді. Онда шақырту менікі ғой. Менде шақырту бар, Аллақай, менде шақырту. Бірақ мен найзағай жаттығуларын жасамағалы көп болып еді. Шақырту маған да керек емес. Біз тым артық кеттік. Тіпті сені қалай ренжітіп алғанымызды да аңғармай қалыппыз. Кешірші бізді, Твайлайт. Спайк, жас. Қымбатты Селестия ханшайым, шын достық деген жақсылықты бөлісу екенін түсіндім. Егер достарымның арасынан таңдау керек болса, олардың бірін ренжітіп алуы мүмкін. Кешке шақырғаныңыз үшін алғысым шексіз, бірақ өкінішке қарай шақыру қағазын өзіңізге қайтарып беремін. Не? Егер достарым бармаса, онда мен де бармаймын. Твайлайт, олай істемей-ақ қой. Болды, мен шешім қабылдадым. Спайк, хатты жіберуіңе болады. Сонда кешке сен де бармайтын болдың ғой. Оқасы жоқ. Ол жерде сендер болмасаңдар, бәрібір көңіл көтер алмас едім. Біз бәріміз доспыз ғой. Спайк, сен осы бар ғой, әлі кішкентай бала сияқтысың. Өзіңді дұрыс ұстай алмайсың ғой. Бұл не? Ханшайымның хаты ғой. Тез келді ғой. Менің адал шәкіртім Твайлайт. Маған мұны неге бірден айтпадың? Мерекелі ғажайып кешке 6 шақырту. Енді бәріміз бірге баратын болды. Мереке, жүріңдер, көңіл көтереміз. Жүріңдер.
сонда маған шақырту жоқ па? Және саған да бір шақырту, Спайк. Менің де баруым керек екен ғой.